ағайындар. Қош келдіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Қуанып қарсы алып тұрмыз сіздерді. Шамалы кешігіп жатқанымызға айып етпеңіздер. Қазақ деген халықпыз ғой. Қалай оқысаң да қазақ екен. Артынан алдына қарап оқысаң да қазақ болады екен ол. Африкаға барса да қазақ екенбіз. Ал енді кешігу біздің қанымызда бар нәрсе, ешкім ренжи алмайтын шығар. Той құтты болсын дегенде шапалақ ұратын болған. Ал енді құдасын құдайындай сыйлайтын ел, құдай деп бірінші құдайға мінәжат қыламыздағы, соның иін алып тастап, одан кейінгі сыйлайтынымыз құда болып шығады. Албан елінен осыдан бір ай бұрын қыздарын өкілетіп, ысты еліне ұзатып, енді құда болып тойымызға келіп отыр. Олай болса, құданы құрметтеу деген дәстүріміз бар еді. Сол дәстүрден жаңылмай, орнымыздан тұрып, мойынды бұрып, құдаларды шақырайық, құдаларды төрге жайғастырайық. Мархабат ағайындар, қызметші жігіттер, құдаларды шақырыңыздар. Құдалар келе жатыр. Келді. Мына құрметтің бәрі сіздер үшін. Дастарханымыз күтіп тұр. Ортадан өтіп, төрге шықсаңыздар, оң жақта сіздердің дастархандарыңыз. Армысыздар. Қош келдіңіздер тағы да.